Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрлайым. Сіздерге бүгін татар ұлтының ұлттық тағамы чак-чактың рецептімен бөлісемін. Осы рецептпен жасасаңыз, чак-чак воздушный әрі өте дәмді болып шығады. Ал ендеше бастайық. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жұмсақ тесто илейміз. Ол үшін бізге таза ыдысқа 2 жұмыртқа және де шым-шым тұз, 1 ас қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. 1 келкі масса жасап алғаннан кейін, оның үстіне 1 шай қасық толар-толмас разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды қосып, 1 келкі жұп-жұмсақ тесто илеп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Осылайша тестамызды илеп аламыз. Қамырды пищевой пленкаға орап, 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді дайын болған тестоны жаямыз. Қамырды жайған кезде ескеретін жайт, қамыр не жұқа, не қалың болмауы қажет. Қамырды жайған кезде міндетті түрде арасына ұн сүйіп отырамыз. Қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін. Мінеке тестоны өте әдемі етіп жайып алдық. Енді жайып алған қамырды бүктеп, 3 саусақтың көлемінде етіп кесіп аламыз. Кескеннен кейін бір-бірінің үстіне қойып, осылай соломка етіп турап аламыз. Оны да не қалың, не жұқа қылмай кесу керек. Одан кейін қызып тұрған табада чак-чакты қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Чак-чакты пісіріп жатқан табама мән бермеңіздер, өйткені бұл арнайы осылай бауырсақ, майлы заттарды пісіретін таба. Енді біз осы чак-чакты пісіріп болғаннан кейін сироп дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 1,5 пиала қант қосамыз. Оның үстіне жарты пиала су құямыз. Екеуін жақсылап араластырып, баяу отта қайнатамыз. Міндетті түрде сиропты араластырып тұрыңыз. Баяу отта осылай қайнағаннан кейін кішкене қоюланғанын күтеміз. Енді оның үстіне 200 грамм балды құйып, тағы да баяу отта кішкене қайнатып аламыз. Сироптың дайын болғандығын салқын суға осылайша тамызып тексереміз. Егерде жабысқақ болып тұрса, сироп дайын. Енді дайын болған сиропты чак-чакқа араластырамыз. Чак-чакты осылайша бөліп араластырсаңыз, сироп жақсы араласатын болады. Мен мейіз қостым чак-чакқа, өз қалауыңызша жаңға қоссаңыз да болады. Енді өзіңіз қалаған формаға салып қатырып аласыз. Мен осы пирогтың формасына салып, осылайша бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 15-20 минутқа қалдырдым. Мінеке, біздің чак-чак дайын, өте керемет болып шықты. Өзінің формасында ұстап тұр. Енді қазір кесіп көреміз. Міне маған осылай торт сияқты кескен ұнайды. Осылайша кусоктап кесіп аламыз. Чак-чагымыз өте дәмді болып шықты. Қазір көрсетемін. Міне жақсылап қарасаңыз, арасы сондай воздушный, жұмсақ, үлпілдек, дәмі деген өте керемет тәтті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сразу шығатын рецепт. Өте дәмді, сондай керемет. Ас болсын сіздерге.